Aklım ciddi, sözüm ötki, жаутаңғадым қабағыңа қарадым. Нурикамал әні қалай шықты? Бүгінде ел арасына танылған Нурикамал әнінің шығу тарихы қызық. Әннің сөзін жазған Ханбибі Есенқарақызы, ән авторы Тұрдығұлыш Істайып. Олар ерлі-зайыпты жандар. Ән Тұрдығұлыш Істайыптың Нурикамал есімді қызға ғашық болуынан туған екен. Ән 1988 жылы жарық көрген. Ол кезде ол отбасының 3 баласы болған. Ақын Ханбибі Есенқарақызы әннің шығу тарихы туралы Қазақстан телеарнасындағы Таңшолпан бағдарламасында баяндап берген. Ханбибі Есенқарақызының айтуынша, ол бір күні жарының пианино жанында отырғанын көреді. Ол кезде өнерпаз жарының Нурикамал есімді бойжеткенге ғашық болып қалғанын білген. Сол сәтте жарының атынан Нурикамалға өлең жазып, айтқың келгенің осы ме еді? Деп өлеңді күйеуіне әкеліп берген екен. Сол сәтте қазақ әнінің қоры Нурикамал туындысымен толықты. Ханбибі Есенқарақызы басында жары Нурикамалға ғашық екенін білгенде, менен қай жері артық деп ойлағанын жасырмайды. Нурикамал өмірде бар лауазымды қызметтегі сұлу бойжеткен. Әуелі ол қандай адам, менен артық па деп ойладым. Әйелдің барлығында дерлік эгоистік сезім болады, бірақ көбір жағдайдың байыбына бара бермейді дейді Ханбибі Есенқарақызы. Бірақ ақын кейін әнге арқау болған Нурикамалды көріп, жарының талғамына риза болған екен. Ол бойжеткенге ғашық болмау мүмкін емес еді. Осылайша Нурикамал әні дүниеге келді. Бұл әнді Естайдың қорланы сияқты бағаладым. Ақын әнді Нурикамалдың есімін өзгертпей, дәл сол нұсқада танылуын қалаған. Нурикамал деген бойжеткен кім? Бұл ән сол кезде лауазымды қызметте болған Нурикамал Сейтжановаға арналған. Әнге арқау болған бойжеткеннің есімі араб тілінен алынған. Нури көрікті, Камал кемеліне келген, толысқан сұлу дегенді білдіреді. Нурикамал кезінде Торғай облысының мәдениет басқармасында, Ақмола облысының мәдениет басқармасында 20 жыл жетекшілік еткен. Кейін Шымкентке облыстық лауазымды қызметке шақырылған. Тұрдығұлыш Істайып және Ханбибі Есенқарақызымен сол Шымкентте табиғат аясындағы отырыста танысқан. Дастархан басына келгенде бәріміз жағалай отырып қалдық. Сол кезде Ханбибінің жолдасы Тұрдығұлыш мырза маған қарсы отырыпты. Тамақ ішіп отырдым. Әңгіме айтпады. Тұрдығұлыштың маған қайта-қайта қарап отырғанына көзім түсті дейді Нурикамал Сейтжанова. Тұрдығұлыш Істайып кейін Нурикамалды биге шақырған, бірақ бойжеткен бас тартыпты. Партияда жұмыс істегеннен кейін не деген қыз өзі? Шошаңдап би билеп жүр деген әңгімеге қалармын деп шықпадым. Ол кезде партия қызметіңде тәртіп қатты. Тұрдығұлыш биге шақырды, мен ыңғайстанып бармағаным рас дейді Нурикамал Сейтжанованың өзі. Ханбибі Есенқарақызының айтуынша, ол сол кезде жарының жан дүниесінде өзгеріс болып жатқанын байқаған. Қайтар кезде ақын көлікте отырған әйелдерге арақ алып келуді тапсырған. Ішімдік ішпейтіндерге жауабы мынадай болыпты. Арақ ішесіңдер, бүгін қазығұрттың шыңында бір махаббат туды дедім. Бәрі іштей соны сезіп отыр, бірақ ешқайсысы айтпайды. Мені аяп келе жатыр, қадамды өзім жасадым. Кейін ән дүниеге келгеннен кейін Фариза Оңғарсынова Нурикамалды қонаққа шақырған. Бұл Тұрдығұлыш пен Ханбибінің үйі екен. Сол кезде ол алғаш рет өзіне арналған әнді тыңдаған. Кейін екі отбасы өмір бойына жақсы қарым-қатынаста болған. Бұл әнді алғаш болып Құрман Шойынбеков орындаған. Кейін Фариза Оңғарсынованың сұрауымен Нурикамалды Кенжеғали Мыржақпай шырқап жүрген. Бүгінде бұл ән халыққа Жұбаныш Жексенұлының орындауымен танымал. Күн құяшы